Құрметті достар, жолдастар, ұстаздар, бүгінгі кездесуіміз құтты болсын. 30 жыл деген аз жыл емес. Көргенімізге қуаныштымыз. Действительно, 30 жылдар бәріміз өзгердік. Бірімізді танып жатырмыз, бірімізді танымай жатырмыз. Бірақ көңіліміз өзгермеген. Жаспыз, сондықтан көңіліміз әрқашан жас болсын. Жастыққа оралайық. Жаңағы Совет одағы кезінде оқыдық, бітірдік, маман алдық. Қазір басқа заманда өмір сүріп жатырмыз. Көп нәрсе өзгеріп жатыр. Бірақ кішкене бір 5 минут жүзімізге қарап, бір-бірімізді танып жатырмыз. Сондықтан осындай әрқашан бірімізді танып жүрейік. Ниетіміз тура болсын. Мынау өсірген ұл-қыздарымыздың қызығын көрейік, немере көрейік. Сөйтіп, қуаныштарда жиірек кездесейік енді. 30 жыл деген енді келесі 30 жыл ұзақ енді. Сондықтан әр 5 жыл сайын ма кездесіп тұрайық. Сондай қуаныштар бола берсін. Отырыстың ең басты ұйытқысы сондай жаңағы белсенділердің бірі біздің Айнагүл Тешілбаева, АСУ 82-2-ден. Одан кейінгі тұрған Гүля Құрманбекова, АСУ 82-4. Одан кейінгі белсенді қыздардың бірі менің 30 жылғы подруга дней моих суровых дейді. Гүлжан Нұржігитова, АСУ 82-4. Негізі осы отырыстың ең басты ұйытқысы чат құрылғаннан кейін, одан кейін Қапшағайда кездесеміз, анда кездесеміз, мында кездесеміз деген көп әңгіме болды чатта. Бірақ соның барлығының ұйытқысын бір күнде бір нүктеге қойып шешіп, соны көш бастап келген осы Гүлжан, оны ер азамат болып қолдап, өз алып келген Бекзат. Одан кейін қалған құрдастар АТМ 82, одан кейін барлықтарыңыз осы жерге келіп қосылып жатырсыздар. Енді біз сізде бөлінбейміз, бәріміз